қой етіне тұз, қара бұрыш салып кішкене уақытқа қалдырып қоямыз. Ол дайын болғанша болгар бұрышын турап аламыз. Болгар бұрышын осындай үлкен деп турап алып, пияздар бізге 4-еу, 5-еу, егер сізде 8 шампур болса, 8 шампурды қолдансаңыз болады. Яғни 8 пияз. Мен спицаларды алдым. Үйлеріңізде шампур жоқ болса, спицаларға салуға болады. Бір ет, бір пияз салып отырып, осындай шашлықтың таяқшасын толтырамыз. Менің еттерім өте кішкентай болып қалыпты. Сіздер үлкендеу дәуре қылып тұрсаңыздар болады, себебі мен піспей қалады деп ойладым. Бәрібір соңында бұқтырамыз, сол себепті міндетті түрде ол барлығы піседі. Мама. Сосын 3 қасық сұйық майға шашлықтарды қуырып аламыз. Жан-жағынан қуырып аламыз. Егер пияздарыңыз үлкен болса, үстіп жаңағыдай сыртындағы кружочкаларды алып тастасаңыз болады. Үстіп әбден етіңіз жан-жағы қуырылып күшті болғанша бірнеше рет айналдырып қуырып алсаңыздар болады. Сосын болгарский перец, болгар бұрышына қант қосамыз. Кішкене карамелизацияланғанын күтеміз. Сосын барып бұрышты қосамыз. Паприка бір ас қасық қызыл бұрышты да қосамыз. Острый болу керек себебі бізде. Сосын 2 ас қасық томат. Яблочный уксустан 3 қасық қосамыз. Сөйтіп су құямыз. 250 мл су құямыз да, осыған біздің шашлықтарымызды бұқтырып аламыз, суға қайнатып.